Жаңа оқу жылынан бастап 1-ші, 2-ші, 5-ші және 7-ші сынып оқушылары жаңартылған мазмұн бойынша білім алады. Бұл 2016-2020 жылдарға арналған білім реформасының талабы. Жаңа реформаға әзірлік бүгінде ойдағыдай. Облыс бойынша осы кезге дейін 5243 педагог біліктілігін арттыру курстарынан өткен. Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы да өз тәжірибесімен бөлісуде. Бүгінгі бала ертеңгі маман. Бұл білім беру жүйесіндегі жаңа реформаның басты ұраны. Аталмыш бағдарламада пәннің мазмұны базалық дағдылар сол күйінде қалады. Тек нақты пәнді оқытудың әдіс тәсілі ғана өзгереді. Бүгінде облыс мұғалімдерінің 43% жаңартылған мазмұндағы білім беру бойынша біліктілігін арттырған. Семинар барысында олардың бірқатары өзге мұғалімдермен тәжірибе алмасып, жаңа жүйенің артықшылықтарын талқылады. Бұрынғы мысалы оқушы біледі, түсінеді, қолданады деген төменгі деңгейде ойлау дағдыларына баса назар аударсақ, осыда біздер оқушылардың жоғары деңгейде ойлау дағдылары бұл талдайды, сыни тұрғысынан ойлайды деген сияқты жоғары деңгейдегі оқу дағдыларына бағытталады. Көбіне мына мұғалімдердің оқыту әдістемесіне қойылатын талаптар және оқушылардың білім жетістігін бағалауға қойылатын талаптар біршама өзгеріске ұшырады. Жаңа реформада оқушының үлгерімін бағалау да өзгеше. Бұрынғыдай қағаз күнделік жоқ. Енді оның орнына электронды журналға 90-дық баға ғана қойылады. Ал әр күнгі үлгеріміне қарай бала өзін-өзі бағалайды. Сабақ беру кезінде де мұғалімдер дәстүрлі оқулықтармен қатар цифрлы технология мүмкіндіктеріне жиі жүгінеді. Осылайша тақырыптық бейнематериалдар мен интерактивті сабақтар оқушылардың қажетті білімді игеруіне септігін тигізбек. Өзім пәніме байланысты жаңашылдар өте көп, ағыммен ілесіп алып кетеміз деген ойдамын. Мысал үшін айтсақ, балаларға еркін түсіндіру сабақты, яғни бұрынғыдай ескі әдіспен айту емес, ойын негізінде түсіндіріп, тек қана бір тараптан айта бермей, оқушының өз ойын, мақсат, міндеттерін бізге сабақты қалай түсіндірген қалайды. Сол жағынан да көп жаңашылықтар алдық деген ойлаймын. Шара аясында сонымен қатар жаңартылған мазмұн бойынша оқу әдістемелік құралдардың көрмесі ұйымдастырылды. Айта кетейік, 2 күндік семинар тренинг қаламыздағы Мұстақым Ықсанов атындағы нөмірі 36-шы мектепте де өтуде. Назерке Тоғжан, Азамат Балахметов, Алтынбек Қабделов, Қазақстан, Урал.